Монологымды тыңдауға дайын болсаңыздар айтайын. Мынау шетелде шығып жүрген кезде міне өзіміздің енді бауырлас Түркияны алсақ та, олар өздері қамтамасыз етеді, өздері асырай алады. Өйткені олар шетелден барған кезде сұрайсың ғой, енді мынау неге турецкий, бана шетелдікі жоқ па, мынандайлар жоқ па десең, айтады, жоқ, бұл бәрі өзіміздікі дейді. Өздерінің өндірістерімен ғана қолданады да. Ал бізде неге олай істемеске деймін да. Мына қазір Қазақстанда айтып жатыр ғой, енді банандарды өсіреміз дейді. Өсірсін. Неге оливка өсірмейді? Оливковый майды қалай өндіріп, қалай істеуге болады? Біздің мынау оңтүстік жақта бәрі де өседі. Мысалы деймін да. Сосын мынау помидорларды болсын, қиярлар болсын, бәрін соны өсіріп, күшті қылып тұрып, бәрін осы Қазақстанымызды қамтамасыз етіп, еще неге жіберуге болады? Экспортқа да жіберу керек, шетелге сатуға болады. Соның бәрін істейтін біздің билік неге жай ғана қағаздарда, сосын үсті мінбардан тұрып алады да, айқайлайды да, айтады да, қоя салады. Неге мынау латифудистерден егер жұмыс жасамаса, жерлері жай тұрса, соларды зерттеп, шынымен де жай тұратын болса, неге олардан алып, но қарапайым халыққа неге бермейді? Жұмыс істей алатын адамдар көп, бірақ олар бәрінен сұрайтындарын білесіздер ғой барған кезде. Соларда сұратпа, кәдімгідей беріп, жерлер теплицалар салып, бүкілін қамтамасыз етуге болады, бүкілін өсіруге болады. Өйткені қазір мынау бүкіл шекараны жабылатын болса, мынау Қазақстанымызда бәріміз аш қаламыз. Білесіздер ме, бізде мынау бәрін өсіруге болады. Шынымен де бар ғой, капуста болсын, не болсын. Бірақ оның бәрін көрдік қой бір жылдары қалай капусталарымыз шірігенін. Сошында сондайларға жеткізбеу керекпіз. Соның бәрін кәдімгідей ойластырып, біздің жай ғана мынандай торговый центрлар ғана сала бермей, ойнайтын жерлерді, сондай нәрселерді істеп, Қазақстанымызда алдыға өзіміздің өндірісімізді ғана қолданатындай қылып істеуіміз керек. Басқаларынан анандай тәуелді болмау керекпіз. Сол кезде ғана біз дамимыз да күшті болып, оның жолдарын білем мен қалай істейтін негізі.